Саламатсыздар ма? Қуанышева Ақерке мен Аймұхамедов Бекжан терапия 2025 бірінші курс. Ассоциирленген профессор Дана Әлімхан қызының жетекшілігімен школа пациенті аясында қан диабетіне дайындаған бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз. Қан диабеті ағзадағы инсулин гормонының жеткіліксіз бөлінуі немесе оның әсерінің төмендеуі салдарынан қандағы глюкоза деңгейінің тұрақты түрде жоғарылауымен сипатталатын созылмалы ауру. Бұл дерт өмір салтын өзгертуді, тұрақты бақылауды және дұрыс емді талап етеді. Қан диабетіне алып келетін қауіп-қатер факторлары. Олар артық салмақ, семіздік, теңгерімсіз диета, стресс, тұқым қуалаушылық, төмен дене белсенділігі, зиянды әдеттер және жасқа байланысты ерекшеліктер. Қан диабеті кезінде айқын болатын симптомдар. Шөлдеу, яғни ағза бұл кезде көп суды қажет етеді. Көп суды қажет еткеннен кейін жиі кіші дәретке бару, салмақ жоғалту, жоғары тәбет, ауыспалы көңіл-күй, әлсіздік, енжарлық, көрудің нашарлауы, терінің қышуы, әртүрлі дақтардың пайда болуы және денеде пайда болған дақтардың, жаралардың, бөртпелердің оңай түрде кетуінің төмендеуі. Қан диабеті кезінде анықтауды қажет ететін диагностикалар. Олар зәрде глюкозаны анықтау, сондай-ақ қандағы глюкозаны анықтау, қанда гликозирленген гемоглобинді анықтау, глюкоза толерантты тестті жүргізу, сондай-ақ қан сарысуындағы С-пептидті анықтау. Қандағы глюкозаны анықтау дегеніміз не? Қанттың концентрациясы аш қарынға капиллярлық қанда 6-1 миллимоль болатын болса, ал 2 сағаттан соң тамақтанғаннан кейін 11-1 миллимольді құрау керек. Гликозирленген толеранттық тестте қандағы қант деңгейі 11-1 миллимольге дейін көтеріледі. Гликозирленген гемоглобин деңгейі 5-9%-ға дейін жоғарылайды. Қант диабеті тек қанттың жоғары болуы ғана емес, егер қандағы қант ұзақ уақыт бақылаусыз қалса, ол көптеген асқынуларға алып келіп соғады. Яғни қандай асқынулар? Диабеттік ретинопатия. Бұл дегеніміз бұл қант диабетінің көзге беретін асқынуы. Қандағы қант ұзақ уақыт жоғары болса, көздің ішіндегі ұсақ қан тамырлары зақымдалады. Қалай білеміз? Көрудің бұлдырауы, шыбындардың көрінуі, көрудің біртіндеп төмендеуі ауыр жағдайда соқырлық қалып кеп соғады. Келесі диабеттік нейропатия. Диабеттік нейропатия дегеніміз бұл қан диабетінде жүйкелердің зақымдануы. Белгілері аяқ қолдың ұюы, шаншу, күйдіру сезімі, түнде ауыру, сезімдалдықтың төмендеуі. Алдын алу қан деңгейін тұрақты ұстау, аяқты күнде тексеру, ыңғайсыз аяқ киім киюді доғару, дәрігер уақытында қаралу. Диабеттік нефропатия. Бұл диабеттік салдарынан бүйректің зақымдануы. Белгілері алғашында белгісіз өтеді, кейін ісіну, қысымның көтерілуі, зар анализінің өзгеруі. Алдын алу қант пен қан қысымын бақылау, жылына кемінде 1 рет зар анализін тексеру, дәрігер тағайындаған емді сақтау. Диабеттік аяқ. Диабеттік аяқ дегеніміз бұл диабет кезінде аяқтағы қан айналымы мен жүйкенің бұзылуы. Белгілері ұзақ жазылмайтын жаралар, тері түсінің өзгеруі, ауырсынудың болмауы, ірін, жағымсыз иіс. Алдын алу аяқты күнде жуу, қарау, жара болса өздігінен емдемеу, дер кезінде дәрігерге қаралу. Жүрек пен ми асқынулары. Қан диабеті инфаркт пен инсульт қаупін 2-4 есе арттырады. Себебі тамырлардың қатаюы, атеросклероз, қысымның жоғарылауы. Алдын алу қан қысымын, холестеринді бақылау, темекіден бас тарту, қозғалысты іске асыру. Келесі қан диабеті туралы мифтер. Бірінші миф, тәттілер мен қантты көп жеу қан диабетін тудырады.
Көп адамдар қант диабеті тек тәттілерден пайда болады деп ойлайды. Қант диабетін тұтыну екінші тип қант диабеті үшін тікелей себеп емес, бірақ ол артық салмаққа келуі мүмкін. Ал семіздік диабеттің қауіп факторы. Дұрыс тамақтану және белсенді өмір салты маңызды. Қант мөлшерін бақылаңыз, бірақ толық бастыртудың қажеті жоқ. Теңгерімді диетаны ұстағаныз өзіңізге абзал. Екінші миф. Екінші типті қант диабеті тек қарт адамдарда болады. Диабетті тек қартайғанда пайда болады деп сену ол өте дұрыс емес. Екінші типті қант диабет балаларда, жас адамдарда кездесуі мүмкін, әсіресе семіздік болса. Балалардағы семіздік санының артуы бұл мифті жоққа шығарады. Жас кезден бастап салмақты бақылаңыз және спортпен айналысыңыз. Бұл диабетке деген қауіпті азайтады. Үшінші миф. Қант диабетімен ауыратын адамдар қалыпты өмір сүре алмайды. Диабет өмірді шектейді, ештеңе істеуге болмайды деп ойлайды. Шындыққа сүйенетін болсақ, диабеттен ауыратын адамдар дұрыс ем, диета, дәрі-дәрмекпен толық өмір сүре алады. Көптеген адамдар жұмыс істейді, спортпен шұғылданады. Сондықтан да дәрігердің ұсыныстарын орындаңыз. Қандағы қанттың деңгейін бақылап, асқынулардың алдын алып жүріңіздер. Төртінші миф. Артық адамдарда қант диабеті болмайды, ол тек семіздерде кездеседі. Арық болсаңыз, диабеттен қауіп жоқ деп сенеді. Жоқ, диабет артық адамдарда болуы мүмкін. Екінші диабеттің 10-15% науқастардың салмағы қалыпты. Бұл генетикаға немесе инсулин өндірісіне байланысты. Салмағыңыз қандай болса да, қандағы қантты үнемі тексеріңіз және дұрыс тамақтаныңыз. Бесінші миф. Преддиабет, яғни шекаралық диабет қауіпті емес, дүрбелеңге себеп жоқ. Преддиабет уақытша ғана, емдеуді қажеті жоқ деп ойлайды. Преддиабетте қандағы қант қалыптыда жоғары, бірақ диабет деңгейінде емес. Егер емдесеңіз, 10 жыл ішінде толық диабетке айналуы мүмкін. Пациенттерге кеңес: салмақ тастаңыз, аптасына 150 минут жаттығу жасаңыз. Бұл қант диабетін қалыпты ұстауға көмектеседі. Соңғы миф. Қандағы қант бақылауға алған соң дәрі-дәрмектерді тоқтатуға болады. Қант деңгейін тұрақтанса, емді жалғастырудың қажеті жоқ. Диабет прогрессивті ауру, уақыт өте келе ұйқы безі инсулинді аз шығарады. Кейде дәрі-дәрмексіз басқаруға болады, бірақ көбінде жалғастыру керек. Сондықтан да дәрігермен кеңеспей, дәріні тоқтатпаңыз. Тұрақты бақылау өте маңызды. Қант диабетіндегі ем-шара. Диета номері 9. Қант мөлшерін төмендететін дәрілер, физикалық күшті бақылау. Диета номер 9 құрамына не кіреді? Екінші сорттағы қара бидай ұнынан жасалған ұн, борщ, окрошка, майсыз ет, балық өнімдері, консервідегі балық, сүт тағамдар, майсыз қатты ірімшіктер, асқан жұмыртқа, арпа, сұлы, қарақұмық, бидай ботқалары, картоп, сәбіз, қызылша, орам жапырақ көкөністері және де жеміс-жидектердің ішіндегі құрамы аз, қанты бар жеміс-жидектерді тұтыну. Осымен пациенттер, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Денсаулығыңызды бүгіннен бастап күтіңіз. Сау болыңыздар.